Алла елшісінен келген таңғы және кешкі дұғалар бар. Аталмыш дұғаны тастамай оқып жүрген адамды Алла жамандық атаулыдан сақтап қоятындығына еш күмәніміз жоқ. Дегенмен кейде пенделікке салынып, ұмытып немесе жалқаулыққа салынып, тіпті ерініп қалуымызда ғажап емес. Бірақ қалайда мына төмендегі үш дұғаны әсте тастамасақ. Бірінші, бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиул алим. Үш рет Алланың атымен, оның аты айтылғанда жердегі және аспандағы еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Ол естуші, білуші. Екінші, а'удhu би калиматиллахи таммати мин шарри ма халақ. Үш рет Алланың кемел сөздерімен, оның жаратқан жаратылысының жамандығынан сыйынамын. Үшінші, радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян. Үш рет мен Алланы құдайым, исламды дінім және Мұхаммедті пайғамбарым деп разы болдым.